1968 жылы 24 желтоқсанда Apollo 8 астронавтары Фрэнк Борман, Джим Ловел мен Билл Антерс алғаш болып ай орбитасына шықты. Және жердің шығуы атты ғажайып көріністің тұңғыш куәлері болды. Енді НАСАның Lunar Reconnaissance Orbiter аппаратының жаңа деректерінің арқасында бұл тарихи оқиғаны ғарышкерлер көзімен көре аламыз. Элеронның сапалы ай карталарын, астронавтар түсірген фотолармен үйлестіру, Apollo 8-дің ай үстіндегі орнын, және тіпті ғарышкерлер құлазыған ай көкжиегіне көтерілген, жерді алғаш көрген сәттегі ғарыштағы бағдарын көрсетеді. Бұл Хьюстон уақытымен 10:30-дан өте, Apollo 8 айдың ар жағына 4-ші рет жақындағанда болды. Миссия командирі Фрэнк Борман сол жақ орындықта ұшу жоспарына сәйкес кеме бағдарын өзгертуге дайын отырды. Штурман Джим Ловел кеменің төменгі бөлігінде секстантпен ай бағдарларын бақыламақшы еді. Ал оң жақ орындықтағы Билл Антерс жанындағы терезеден айды бақылап, 250 мм телеобъективі бар Hasselblad камерасымен фотоға түсірумен болды. 80 мм объективі бар екінші Hasselblad болса, Борманның алдындағы жүздесу терезесі атты терезеге орнатылып, айды автотаймер бойынша түсіретін. Әр 20 секунд сайын жаңа сурет. Бұл фотоларды Элеронның жоғары ажыратымды карталарымен үйлестірсек, жер шыққан сәтте Борман Apollo 8-ді әлі айналдырып жатқанын білеміз. Осы бұрылыстың ұзақтығынан ғана кеменің алдыңғы үш айналымында ғарышкерлерге көрінбеген жердің шығуы енді Билл Андерстің жанындағы терезеде пайда болды. Годдардтың ғылыми визуализация студиясы Эллора деректері негізінде бұл көріністі қалпына келтірді. Фрэнк Борманның маневрға кіріскен хабарлауынан бастап, Apollo 8-дің борттық магнитофоны жазып алған астронавтар дауысын естисіздер. Және Apollo 8 бұрылғанда жердің бір терезеден екіншісіне көшкенін көресіздер. Ready? Set. The impact crater with at just prior to the subsolar point on the south side, and the floor of it nearly even, except there is one dark hole. But I couldn't get a quick enough look at it to see if it might be anything volcanic. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty? Hey, don't take that. It's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color quick. Oh, man, that's great. Where is it? Quick. Down here? Just grab me a color. A color exterior. Hurry up. Got one? Yeah, I'm looking for one. C368. Anything, quick. Here. What? We missed it. Hey, I got it right here. Let me get up. This is a lot clearer. Bill, I got it framed. It's very clear right here. You got it? Yep. Just take several. Take several of them. Here, give it to me. Wait a minute. Let me just get the right setting here. Now, just calm down, Bubble. Oh, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. 250 at F11.
Now there's the explosion. I did. I took 2 up there. You sure you got it now? Yeah, it'll come up again, I think. Астронавттар үшін жердің шығуын көру күтпеген әрі жан толқытар жағдай болды. Және Билл Андерс түсірген 3 фотоның бірі 20 ғасырдың әйгілі суретіне айналды. 2018 жылы Халықаралық астрономиялық одақ бұл оқиғаның құрметіне диаметрі 40 км кратерді Андерстің жердің шығуы деп атады. Кішілеу кратерге 8-дің үйге қайтуы деген ат берілді. Әйгілі фотосуретте 2 кратерде көрінеді. Мен Эндрю Чайкин, Айдағы адамның авторымын.